қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкастымыздың кезекті эпизодының супер жұрттың барлығы, бүкіл халық күткен қонағы бұл Әсел Темір. 7 жылдық стажы бар, ағылшын тілі маманы және де Rainbow оқу орталығының негізін салушы. Сәлеметсіз бе, Әсел ханым, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, Әсел тичер, рахмет, бәрі жақсы. Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштым. Сізбен бірге жазатын уақыт келді. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы, бәрі тамаша. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Қобалжып тұрған жоқсыз ба? Қобалжып тұрмын, қобалжып. Енді сіз өзіңіз өте білікті, білімді, біздің жаңағы ELT, біздің қазақтың ELT-інде өте белгілі мұғалімдерінің бірісіз. Қалай өзіңізге осы жолға қалай түстіңіз? Даму жолыңыз неден басталды? Танымал, белгілі деп асыра сілтеп. Өтірік емес. Айтқан сияқты. Енді мен жалпы осы дамуға түскен кездегі менің ойым, жалпы танымал болайын деп, табысымды көтерейін деп, ондай оймен келген жоқпын. Себебі мен 10 жыл есепші болып жұмыс жасағандықтан, ағылшын менің дипломым болды, бірақ мен ағылшын мұғалім ол менің мамандығым емес деп ойлағасын, басқа мамандықтан ауысып қайтадан ағылшын тіліне қайтып келгесін, менің білім жоқ екенін мен түсіндім. Бірақ менің бір қасиетім, бір жұмыс жасағасын сапалы жасағанды жақсы көріп, менің сыртынан әңгіме айтпайтын қылып. Даже үйдің адамдары мен жолдасым айтады, дұрыстап оқытып жатсың ба деп, сөйтіп менен отчет алады. Енді өзі ағылшын тілін түсінбесе, дұрыстап оқытып жатсың ба, ертең маған бір әңгіме айтып жүрмесін деп несейді. Содан басталды. Мен өзім іздендім, ютубтан неше түрлі видеоларды қарадым, қызықты қылып өткізуге тырыстым. Бірақ мен түсіндім, өзім тілім дұрыс дамымаған, ағылшын тілім жақсы емес екенін, инстаграмда ағылшын мұғалімдерді, соның ішінде сізді қара отырып мен түсіндім. Ағылшын тілі мен үшін бұрын, мен өзім дамуымда бастамағаннан бұрын маған тек пән ретінде көрінетін. Мысалы, кез келген математика, тарих сол сияқты пән. Бір ереже бар, үйретесің, сөз бар, үйретесің, болды. Бірақ ол тілді шеберлікпен қолдану necessary thing деп ойлаған жоқпын да. Бәрі сондай. Потому что мен айналамда, мен тұратын ауылда барлық адам мұғалімдер сондай. Ешкім ол тілде еркін сөйлеп, өзінің ойын жеткізіп жатқан жоқ. Былай сабақта тек тұрды ағылшынша айтқанымыз болмаса, жалпы қазақ тілінде өтетін сабағым. Бірақ сіз сияқты мұғалімді көргеннен ойладым, оказывается, адамдар деген ағылшын тілінде сөйлейді екен ғой дедім ғой мен. Мен не істеп жүрмін? Ертең мен сөйтіп балаларды оқытып жатырмын. Менің бастаған жолым ағылшын оқыту. Мектепте жұмыс жасаған жоқпын. Бірден орталықты ашып, ақшаға оқытып бастадым. Енді ақшаға сен оқытқасын, ол үлкен жауапкершілік. Саған ата-ана сеніп тапсырып тұрғасын, сен оның сенімін ақтауың керексің. Мен сол кезде ойлайтыным, мені қазір оқытып бәтін жақсы балалар. Алфавит, екі сөздің басын қосып, оқып үйреніп жатыр, бірақ ары қарай қалай болады? Менің білім жетемі? Ертең жеме-жемге келгенде, Әселге қараған ақша төледік, бірақ дым үйреткен жоқ деп айтамы? Сол қорқыныш болды, сол қорқыныш мені жатқызған жоқ түнде, шынын айтқан кезде. Үйдің адамдары, енді ауылдық жерде тұрам, ата-енемен тұрам, балаларым бар. Басқа мамандықтар білмеймін, әйтеуір ағылшын мамандығы сондай ма? Басқа мамандықтар сен деп университетті бітіресің, жұмысыңды жасайсың, болды, басқа сенде қосымша оқу, даму деген болмайды. Көп адамдар сондай да. Мен түнімен оқимын. Не істеп жатсың? Неге оқып жатсың? Дипломың бар ғой, біреу емес, екеу, сөйтіп үйдің адамдар түсінбейтін. Бірақ мен сол қорқыныш болғасын, ертең мен сыртымнан әңгіме айтпасын деген оймен желеп бастадым. Бірден сізге келген жоқпын, потому что менде қорқыныш болды, басқа мұғалімдерді көрдім. 2 айда интермедиат курсын бітіріп алып, мен интермедиат деп жүрсем, Әсел Серекованың просто парақшасындағы тест болды. Соны тапсырып көріп, маған pre-intermediate шығарған кезде көзімнен жарқыта қалды десеңші. Көзіне жас шығып, ал жақсы көндік оғанда. Енді бәрі күшті результат алып жатыр ғой Әсел Серековандан. Барайық бір 2-3 айда ағылшынша сайрап кететін шығармын деп барған, бір әңгімеден әңгіме шығып сізден сұраған есімде, ағылшын енді 1 жылдың ішінде нормально болатын шығармын да Әсел Серековандан.
Мен сол кезде өзімнің жаңа нем таңғаламын да, жаңа қалай айтады, розовые очки. розовые очки, иә, rose tinted glasses, иә. Соған сенген. 1 жыл, 2 жыл максимально сен жұмыс жасасаң, ағылшын тілінде сен сөйлеп кетесің деген ой болды. Мен де шынымен солай ойладым. Ол кезде сіз уже сабақ беріп жүрсіз, беріп жүрмін уже, параллельно ғой барлығы. Бизнес бар уже. Барлығы параллельно. Просто енді жасағасын мен сапалы білім келді, сонымен сізге жоқтым, бірақ ойладым, сол 1-2 жыл болды тек. Енді шыда сел деген сияқты да. Бірақ енді оқып түсіндім да, оның жаңа түбі жоқ екен. Үнемі өзің тіліңді уақыт, ақша, энергия жұмсап, тіліңді бір деңгей емес, каждый раз өсіру үшін сен оны жұмыстану керексің. Басқа енді амал жоқ. Себебі ағылшын ортада өмір сүрмейміз, айналамызда ешкім ағылшын тілінде сөйлемейді. Енді өзің қинап artificial environment құрастырып ағылшын тілі үйренбесең, бітті сен. То, что мен мысалы қазір тоқтамаймын, қазір әлі күнге оқытамын. Неге? Тағы бір қорқыныш бар. Қашан мен тоқтатамын курсты, бітті. Менің ағылшыным сразу падқа кетеді, болды, түсіп кетеді деген қорқыныш тағы бар. Сосын амал жоқ. То есть получается сіз қорқыныштан бұрын, мне кажется, бұл жерде жаңа сапалы білім берейін, сапалы қызмет жасайын, жауапкершілікті түсінгендіктен де сіз жаңағы даму жолына түстік дейік. Окей, бұл енді өте керемет жауап болды деп ойлаймын. Және де енді сіз жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мен жаңағы бухгалтер болып жұмыс істедім дедіңіз қаншама жыл бойы. Сіздің ағылшын тілін бағыт ретінде таңдағаныңыз, ағылшын тіл мамандығына келгеніңіз қалай болды негізі? Ол деген менің мамамның қысымы. Мамамның қысымы, енді ол кезде кінәлайтынмын, себебі бізге берген жоқ мүмкіндік таңдауға. Өзің қала мамандығын түсуге. Менің сіңілім бар, өзімнен бір жас кіші, екеумізді мектепке бірге берген. Екеумізді бір уақытта бітіретін болғасын, енді кәдімгі жай қарапайым отбасы болғасын, мамамда мүмкіндік болған жоқ екеумізді бірге жоғары оқу орынға түсіруге. Сосын ол қыз сіңілімде математикаға, сондай химия, биология, екеуміз болғасын врач қылып ұзақ оқиды. Сол врач қыламыз, бұл университетке түседі, сен колледжге түс деп, неге осы қаланың ішінде Ақтау қаласындағы колледжге түсіріп жіберді. Грантқа түсесің, гранттағы сұрақтарын сен 1-ден 10-ға дейін санап, сосын оны кері қарай санау керек. Содан күшті болдым мен. Сөйтіп грантқа түсіп оқыдық. Ол да колледждің кездер негізі студент кезі қызық қой. Ең соңғы курста бізде практика болды. Сол кезде мектепке бардық. Мен енді мысалы қазір 39-ға толам бұйыртса, сол кезде түрім вообще бүпей болатын. Baby face деп айтады. Барған кезде ана мектептің оқушылары менсінбейді. Бірдеме айтсам, тыңдамайды айтқанымды. Еще біздің жақтының адамдардың темпераменті да сразу бетіне, бір бетке балалар, ойында не бар, бәрін айта салады. Сонымен ол кезде біздің кезімізде оқушылар кезекшілікке шығып, сыпырамыз, тақта сүртеміз. Мен уже сынып жетекші қылып қойып бір 5-ші сыныптың оқушыларына. Сөйтіп жаңа ұл бір қыз қалды, ана ұлға айтам, сен отырғыштарды көтеріп, ана қыз сыпыра берсін деп бұйырып айтып жатсам, ана бала мен істемеймін деді. Сосын оның алдында да енді жайлап нервіңнен тиіп жатады ғой, бірдеме де сөйлеп қалады. Жалпы мектептің өзінің сондай негативный вайбы бар десеңші. Жоқ, жалпы практиканттар келсе, сөйтіп кішкене сынайды ғой. Жылата аламыз ба, жата алмаймыз ба, көне ма, көнбей ма, қалай екен мінезі деп. Енді ол кезде уже екеуміз бірге қалды. Енді осыдан жеңілсем бітті. Болды, мен ол басынады, ана бала мені басынады деді. Сосын деген автомат түрде болып кетті. Хотя біз колледжде оқып жүргенде бәрі айтты, балаға дауыс көтеруге болмайды. Бір күні бір мұғалім отырғышты көріп баланың үстіне жасағанда ана бала деген талып қалып, ондай болып жүрмесін деп миымызға құйды бәрін. Соның бәрі есінде білмеймін, қалай ашуыма тиді да ананың желкесінен ұстадым. Істейсің бе, істемейсің бе деп. Соны айтқанымды істеді, бірақ үйге барғаннан кейін түнімен ұйықталмадым. Ертең мамасы келеді, шашым жұлады, не деп айтам? Не деп айтам? Не үшін баламды менің желкесіне ұстайсың? Неге не істейсің? Айтқанша ана бала бітті, мен бітті. Терлеп келесі күні барсам, дым болған жоқ, мамасы жоқ, ана бала деген содан кейін менің айтқанын тыңдайтын болып кетті. Себебі ол бала, білмеймін қазір болғандай бар ма, жоқ па, біздің жақта сыныпта 1-ші шеф, 2-ші шеф, 3-ші шеф деп
бөлінеді екен, иә, атаман дейді, атаман дейді. Ол бірінші шеф екен. Сол болды, содан кейін тыңдадық, одан кейін бәрі мені қолдап, жаңа неге музейге барамыз, ана бәрін тұрғызып қояды, енді 30 бала ғой, енді сапқа бәрін естемейтін қылып, жан жаққа жамырамайтын қылып. Бірақ сонда да сол стресс есімде қалды. Колледжді бітіргеннен кейін айттым, мама, университетке жалғастырасың ба мұғалімдікті? Мен айтып, жоқ, мен мұғалім болмаймын дедім. Ол кезде ағылшын тіліне мұғалім? Иә, ағылшын тілінің мұғалімі бітіргенмін, сосын барып жаңа переводчик референт 2 мамандық береді. Сосын ары қарай енді жалғастырасың ба деді. Жоқ, мен жалғастырмаймын дедім. Мен стресстен өтетін жағдайым жоқ. Тағы да біреу маған бірдеме деп жүрсе, мен экономист боламын дедім. Международный университетке түсемін, сөйтіп. То есть сіз жаңа мамандықтан кетіп қалдыңыз ғой, получается, сол жаңа негативный бір какой-то бір экспириенс. Хотя ол негативный болды, бірақ соңы нормально біткенін білмеймін өзінде. Нормально болды, бірақ сол түнімен ұйықтамағаным, қорыққаным, иә. Сосын ойладым, мен мұғалім болуға лайықты емес адам деп ойладым. Себебі өзімді ұстай алмадым. Балаға почти қол көтердім дей беріңіз. Егер мен сөйтіп ашуға беріліп, алдағы балада өстіп мінезімді шығаратын болса, өйтіп баланы оқытқанша, может, жұмыс жасамам дұрыс шығар. Ол мен мамандығым емес шығар деген оймен ауыстым мен. Енді бірақ бұл ауысқанда сіз жаңағы енді бухгалтер, экономист болдыңыз, иә? Болдым. И ол жақта кәдімгідей бір 10 жылдай сіз жұмыс жасадыңыз, иә? Ол жалдамалы жұмыс болды. Үкіметтің жұмысы болды, иә. Енді сол үкіметтің жұмысынан күннің бір күнінде қайтадан ағылшын тіліне қайтып келу қайдан келді ол идея? 10 жылдық тәжірибесі бар экономист, супер экономист. Иә, жақсы жұмыс жасадым. Әлі күнге дейін 7 жыл болды ма, қоғаныма арасында шақырады, келіп жұмыс жаса, шеш қосымша деп. Жоқ, рахметім болды, мен бармаймын деп айтасың. Мамандығымды қайтып ауыстыруға себепші болған менің қызым. Енді ауылдық жер мен тұратыным, ол жерде онда қазір енді шүкір дамып жатыр ғой, ол кезде оқу орталықтар болмаған. Ағылшын мұғалім болды, бізде аты шулы, күшті оқытады деп. Барлығы сол бала кісіге береді. Мен бір күн апарам, оқиды. Енді ар жағында ағылшын фундамент бәрі бар ғой. Жаңа дәптерін ашып қараймын, сенбейсің ғой, қарасам дәптердің бәрі қате. Сөйтіп неге сөздердің бәрі қате жазылған десем, бізге мына басқа оқушы жазады, тақтадан көшіріп, сол оқушының дәптерін алдына қойып қояды екен, содан көшіреді екен. То есть бір оқушы көшіреді дәптерге, ол оқушының дәптерін беріп қояды, анау көшіреді, анадан көшіреді, сөйтіп жүргенде қате шығатын болып тұр ғой. Сосын енді бардым, мен сабаққа қатысам деп өзінше болып бардым. Сол сабағына қатыстым. Ол тақтаға кел, тұр орнынан, сосын nature, туре, че де оқылады, сөйтіп отыр да. Сол сабақ біткеннен кейін бардым да, енді бывших иностранный мұғалім болмайды дегендей. Иә, солай дегендей. Сосын айттым, сіз енді ағылшын мұғалімсіз, ең құрғанда тұр, отыр деген сөзді неге ағылшынша айтпайсыз дедім. Маған сіздің методикаңыз ұнамайды дедім. Ол кезде жаспын ба, тоже бетіне бет айта салдым. Может, қазір не істесем, мен айтпас едім. Иә, сөйтіп ол тауып атқан наны мүмкін менің зияным тиген шығар ол кісіге, мен білмеймін да қалай болған. Бірақ сол кезде жас болғасын, бірінші қызым ғой енді, тұңғышым получается. Сөйтіп айттым, бірақ қазір точно айтпас едім өйтіп. Деп просто үндемей алып кетер едім қызым. Ол үшеуді оның бетіне сірә былшытып айттым. Ол маған ренжіді. Мен спикинг күшті ұрып тұр, анау мынау сен қалай айтасың, анау мынау деді. Иә, жақсы, бірақ маған ұнамайды, алып кетемін қыз. Еще директоріне барып, сіздің мұғаліміңіз онша емес деп үстіне тағы айттым. Ол сол жерден артынан опасный человек. Артынан ол или сол шығарды ма, или білмеймін қалай болған, әйтеуір жұмыстан сол жерден жасамайды. Бірақ ол қазір әлі күнге дейін ағылшын мұғалімі жасайды, енді өзінің аудиториясы. Бірақ қайдан білемін, может, мен тоже зиян тигіздім ба деп ойлайсың. Наоборот, зиян емес, наоборот, оған наоборот подтолкнули. Олар дамуға мүмкіншілік берген шығар, қайдан білесің. Ойланып қалған шығар одан кейін. Сосын сол қызымды алып кеттім орталыққа. Енді біздің шетпеде неге оқу орталық жоқ? Біреу келіп күшті орталық ашса екен деген арман болды да. Кім келеді екен, даладан адам іздеп жүрмін ғой, келетін. Сөйтіп жаңа періштенің құлағына шалынған ба, өзімнің группаласым, ол енді екеуміз бірге бітіріп, бірақ ол мектепте жасайды. Ол 10 жыл мектепте стажы бар. Бір күн соғады, бұрыннан да шақырып жүрген, келшейші біздің мектепке. Жұмыс жасасайш, неге қалайын деп жүрсің бухгалтерикті. Кезінде жақсы оқыдың ғой, есімде бар ғой деп шақырады, мен бармайтын. Сөйтіп айтты да, екеуміз қосымша жұмыс жасайық.
партнер болайық деді. Иә. Сен бір мезгіл сабақ бересің, мен ол тәртіп етсе, мысалы мен түс қайта беремін, сөйтіп келісіп алдық, аштық, ақшамызды шығардық. Алданған кездеріміз болып, біреулерге шетелге Павлодарға парта ақша салып жіберіп, ол ақшамыз келмей, әйтеуір сол группасымыз сау болса кінәлаған жоқ та, ладно, болады ондай деп та. Бірақ сол кезде 70 000 теңге қараған ақша, 7 жыл бұрын. Жаман естіп, ол бірақ дым деген жоқ. Сонымен сөйтіп ашып кеттік, еще енді 10 жыл болғасын, уже авторитет бар, бастығым әйел адам еще түсінеді бір жағынан, айтасың, мен кеттім, апай, налог тапсыруға дейсің, жоқ болып кетесің түс қайта да. Түске дейін жұмысын жасайсың, түстен кейін жаңағы бар саған берді. Сөйтіп параллельно қосып алып жүрдім да. Әбден өзіме сенімді болып, мен осыдан күнімді көре аламын, табысын таба аламын деген кезде уже немді арызымды жазып, жұмыстан шығып, сөйтіп жұмыстан шықтым. Бірақ сразу жасаған жоқпын. Тоже қорқыныш болды себебі. Бірақ енді басында ата-аналар менсінген жоқ мені. Себебі білет, сен жұмысын жақсы жасаң, жалпы адамдар таниды да уже сені. Сен деген собеседование жасаған, сен емессің ба, сен бухгалтер емессің ба деп не істейтін да. Сен ағылшын қалай үйретіп жүрсің? Сыртынан анау деген бухгалтер алған, ол ағылшын үйретіп жатыр. Не біледі ол? Не жетіп үйретіп жатыр дейсің. Сондай сияқты әңгімелер де болды соңынан. Оның барлығы тоже не ғой? Әңгімелер. Иә. Оның барлығы мотивация. Иә, конечно. Оның барлығы мотивация сөйтіп. Қазір сізді көрсетемін деп. Жоқ, ұйықтамайды, бірдеңелерді не істейсің. Сөйтіп жайлап тәжірибе жиналады, жайлап авторитет дейді, соның бәрі жиналады. Кейін өзіңіздің айтқандарыңыздан есімде, кейін жаңа партнермен жұмыс жасамай қойдыңыз. Себебі не болды? Негізі қандай қиындықтар бар негізі партнермен жұмыс жасаған кезде? Жалпы басқа адаммен қосып жұмыс жасағасын, бизнес болғасын, даже қазақта мақал бар, дос не дейді, не деп айтатын еді? Бизнес жасаң, туысқаныңмен досымен жасама деген ба? Сондай мақал бар. Ақшаға байланысты, доспен осындай кезде есіңе түсе қоймайды, тіліңнің ұшында тұр. Сонымен жалпы бизнес жасаған кезде, егер партнермен жасайтын болса, анық граница болу керек та. Кім неге жауапты? Себебі біреу көбірек жұмыс жасап қойдым, біреу азырақ жұмыс жасап қойдым болып көрінеді да. Енді мысалы маған менің көзіме көрінеді, мен жасап жатырмын, мен ақшаны есептеп жатырмын, мен программаны іздеп жатырмын, ойындарды, андай идеяларды ұсынамын деген сияқты. Менде сондай, менікі творчество, жаңағындай мозг болдым да. Айгүл ол деген общениесі күшті, адамдармен жақсы қарым-қатынаста. Еще уже 10 жыл мұғалім болып жасағасын, оның да мұғалімдердің барлығын таниды. Ол кадрларды жинайды. Ол еще ең мықтыларын таңдайды. Уже біледі, мысалы мына кісіден шақырам, себебі оны ол деген балалардан күшті результат шығарады. Сөйтіп екеуміз біріміз негізі дополнять етіп күшті болып жұмыс жасап жүрдік, бірақ екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дегенде, онда ол явный доминант. Бастық. Сразу тік-тік-тік, мынаны істеу керек деп айтады. Мен оған қарағанда жұмсақтауымен маған сөйтіп айтады. Жақсы, жақтыртпағасын, жұрттың өзінше айтты маған. Подчиненныйлардың өзінше айтты маған. Неге бұлай тыныш қылып айтпадым екен, өзімше жеке айтпадық деп жинап жүресің. Содан білмеймін, какой-то мелочьтен шықты екеуміз. Енді еще біз жан подружкамыз. Ол маған еще қыз жолдас болған. Сөйтіп жүрдік сосын бір күні какой-то бір маркет біреудің әңгімесіне бола, ол бірдемет, мен обычно үндемей алатынға ол үйреніп қалған ғой, менің онда ответка күтпеген да, мен жауап берем қатты. Не деп сосын айқа кетті екеуміз. Ол еще басқа неде қалада екеуміз телефонмен керісіп жатыр. Любой кикілдің сондай кішкентай майда нәрселердің құралады. Бомба. Мен жалпы өзім табиғатым солай үндемей жүре берем. Ешкімге айтпаймын, негізі дұрысы, егер сенде проблема болса, сен түсініспеушілік болса, сол моментте шешіп беру керек қой. Менікі жақсы ештеңпес, жүре бересіз, ол жинала береді, сосын жарыласын бомба болып. Ол партнерімнің, Айгүлдің бір жақсы жері, ол сразу бетіңе айтып тастайды, қиналмайды да. Ол да тоже өте жақсы. И вообще бастыққа сондай жақсы да, явно границаны қойып білдім. Сонымен екеуміз сөйтіп, ол келді, ауылға келгеннен болды, екеуміз заттарын бәрін бөлеміз да. Екеуміз екі жаққа кетеміз. Менде паника басталды. Шыны керек, потому что ол орталықтың бәрін атымен алып кеттім, пожалуйста, ала бер дедім, қиналмай. Енді бірақ іште білдіртпейсің. Ладно, кетер. Бірақ мен ойладым, Айгүл арқылы маған келіп атқан сияқты болды да. Все-таки ол 10 жыл стажы бар мұғалім ғой, оның барлық таниды, Айгүл деп береді да. Сол арқылы маған клиент жиналып атқан сияқты болып көрінді маған. И біз
екі жаққа кеткенде уже біз оқу жылын жайлап бастағанбыз, уже бізде оқушылар жиналған. Сол оқушыларды бітірдім, окей, мен ол оқушыларды мен бітірдім, енді келесі жылы маған келе ма деген қорқыныш пайда болды. тағы да қорқыныш пайда болды. И содан кейін уже бастадым жаңағы ішті оформление, жаңағы активно видеолар түсіремін, статусқа салам, инстаграмға жүргізем, ата-аналарға фото, видео отчет жіберем, осылай болып жатыр, бүйтіп жатыр деп кәдімгі өзімнің жұмысымды жан-жақтан әдемі қылып көрсетуге, плюс тағы да ағылшынды дамытуға, методикаға мен жұмыс жасауға одан сайын берілдім да. И бір жағынан түсінгенім, мен ол партнермен жұмыс жасағанда менде өзімнің жеке дамуыма мүмкіндік болмаған екен. Себебі ол рамкада жүрдім да. Ол мысалы жарты күн сабақ берем ба, сол жарты күн жаңағы орталықтың жұмысымен айналысуым керекпін, левый жұмыспен істемеуім керекпін. Сәл артық жұмыс жасап қойсам, сәл басқа курс, ағылшын десең, сен істеп жатсың, мына шаруа бар деп. Шаруа таусылмайды. Иә, сөйтіп не істейді. Енді оныкі дұрыс, ол өзінің несіне, бизнесіне жаны ашиды деген сияқты, дамыған келеді. Оның көзқарасы сондай, менің көзқарасым басқаша. И қалай екі жаққа кетті, все болды, менде уже кәдімгідей даму басталды. Ағылшын тілінде курстар алып, дамып, методиканы алып, менде үлкен буст болды. Бірақ сол кезде ол маған прям the end of the world болып көрінді. Потом, конечно, 2 жылдан кейін уже ойлайсың, it's blessing in disguise, да. Сол моментте сен, неге, может быть, бекер керістім, анау 2 жыл сөйлескен жоқпыз. Бірақ менің бір жақсы жерім, деп қойшы, өзім мақта берейін. Мен ашу болғанмен сразу қайтам. Уже адаммен сөйлесіп бастам келді. Қалай анау? Ол қатты да, до конца не істегісім еді. Бір сөйлесе алмай жүрдік та, мен оған сәлем деп, ол сәлемді алмайды. Сөйтіп жүрдік, сосын бір күні осы жақында ма, 1 жыл бұрын ба жаздым, давай әсел сөйлесек. Сонымен сөйлесіп қайтан екеуміз қазір жақсы сөйлесеміз, жақынбыз, бірімізге. Clear the air десеңші. Енді все-таки бірге оқыдық неше жыл, қызылдас болып, бір ауылда тұрамыз. Енді олда да не істейін шығар, енді адам өзгереді қалай болғанда. Сонымен қазір жақынбыз қайтадан, ол бірімізге жаңағы бизнес жақтан кеңес аламыз, идеялармен бөлісеміз. Супер. Сөйтіп көмектесеміз. Ол да жақсы негізі. Ол да бір керемет тәжірибе болған дегендей. Енді қазір өзіңіз негізін қалаушысы, өзіңіз руководительсіз, өзіңіз методолог, методист, барлығын өзіңіз істейсіз, өзіңіздің қазір жеке орталығыңыз бар. Кадрлар жинау қаншалықты қазір оңай, қиын болып жатыр сізге? Негізі вообще кадрмен проблема бар ма? Ұстаздармен жұмыс қалай болып жатыр? Қиын ба? Қиындық неде именно? Енді ауылдық жерде ең қиыны бұл білім деңгейі. Ағылшын тілінде жаңағы баяғы мен ғой А точкасындағы. Баяғы мен сол pre-intermediate, beginner, elementary деңгейіндегі мұғалімдер ағылшын тілінде сөйлемейді. Жақсы мұғалім қалып алу, то есть табу өте қиын. Тәжірибелі мұғалім табасын, бірақ сонда да сен оларға тапсыра алатының жаңағы beginner деңгейіндегі, elementary деңгейіндегі нәрсе бересің, алфавит үйрету, оқыту, арғай уже баланы сен алып кетуің керексің, потому что олардың уже өздерінің мүмкіндігі жоқ. Бірақ жастарды алған жақсы жұмысқа да, себебі олар көнгіш, оларға үлгере болсаң. Көнгіш деген больше flexible, адаптивный, быстро. Көзі ашық бір жағынан. Көреді ол жан-жақтан. Сосын сен ағылшын тілінде сөйлеп тұрғасын, олар ағылшын тілінде сөйлеп жатыр, менде сондай болым. Уже энергиясы бар. Ал мен жасымдағы қасыма мұғалім алса, уже оның тәжірибесі қалыптасқан. То есть fixed mindset ғой, былай айтсаң, уже өзгерткісі келмейді. Оған бірдеме деп айтайын десең, ол сен сияқты, сенімен құрдас, уже тәжірибесі бар. Әсіресе маған қиын біреуге бірдеме айтуға. Менімен құрдас, менің жасы үлкен болса болды уже. Сіз, біз деп сөйтіп жүресің. Жас адам болса, айтасың, жас боласың енді болады деген сияқты. Жастармен жалпы жұмыс жасаған оңайырақ. Жастар андай ғой, бірден айтқаныңды қағып алады, соны сразу сөйтіп. Мысалы өзіңіз айтпақшы, fixed mindset деген нәрсе бар, и growth mindset деген бар. Fixed деген уже қатып қалған, өзгерткісі келмейді, дамығысы келмейді. Сол бір методиканы, бір подходты қолдана береді. Ал жаңа growth mindset деген ол наоборот, любой нәрсені, даже если ол қателік жасап қойса, сол қателіктен бір нәрсе плюс алып алады да, ары қарай дамып кете береді. То есть ол өте жаңағы адаптация өте жоғары деңгейде. Келсем, сол ағылшын тілі жағынан қиындау ауылдық жерде. Енді бірдеме айтайын десем, бәрін түсінуге алып. Ауылдық жер барлығының жаңа ата енесі бар, олар еще жұмыс жасайды, малы бар, қолында ұстайтын қараған баласы бар, 5-6-7-8 баладан мысалы туады. И оларда мүмкін дамуға мүмкіндік жоқ. Енді сен неге ағылшын мұғалім болып алып, сен ағылшын тілінде сөйлей алмайсың, неге сен деңгей осындай деп, тағы да олардың бетін тіле алмайсың.
мысалы дым дей алмайсың. Бірақ бір жағынан балдар келеді маған маған оқып жазылады. келген жоқ па, дипломдары бар ма қолдарында? Енді диплом именно ағылшын профессиясында ол ойнамай тұр ғой. Ол деген сен диплом, ол сразу бір жылда ескіріп кетеді. Сен ағылшын тілінде үнемі дамыту керексің. Оларда мүмкіндік жоқ деп оларда қалай мүмкіндік жоқ деп ақтағым келеді. Ақтағың келеді. Себебі олардың ішінде мен жақсы араласатын мұғалімдер бар, иә. Жоқ, ол адам ретінде жақсы адам мүмкін, ретінде. бірақ ұстаз ретінде. Солын айтамын. Менде сол жағын қалай екенін сондай өзім андай. Ешкімді ренжіткім келмейді. Барлығымен жақсы қарым-қатынаста болғым келеді. Сол attitude кішкене маған мешать етеді. Но бірақ ана балалар келеді. Мысалы, осы жылға набор жасап жатырмын. 10-шы сыныптың балалары келіп, білімін тексерем, элементарный сұрақтар жасың неше дегенге жақсы рахмет деп жауап береді ағылшын тілінде, деген сияқты. Сосын жақсы, онда уже содан түсініп бастайсың. Деген кішкентай 2-ші сыныптың мәтінін бересің, оқи алмайды. Қазір енді ағылшын тілі 3-ші сыныптан басталады, бірақ 10-шы кластар олар 1-ші сыныптан 10 жыл бойы олар ағылшын оқыды, осы уақытқа дейін, олар әлі 2 сөздің басын қоса алмайды. Сонда деймін да, мен сразу жүрегім ауырды да. Ана мұғалімдер жаны ашымай, мен жаным ашыды. Сонда мектеп мұғалімдер не істеп жатыр? Олардың да білім деңгейлері өте төмен деген сөз ғой. Бұл шыны керек. Оны жасырудың, оларды қалай, мысалға медик деп алайықшы, сіз олардың қолына түстіңіз, операция болды. Сонда мен ол 8 жыл, 10 жыл сонда ол мысалға дұрыс жасамаса, ол адам өліп кетсе, мысалға, оны қалай ақтап аласың? Тура сол сияқты ол ақтай алмайсың. Білім, ол ағылшын тілі мұғалім ма, оның деңгейі жоғары болу керек, точка. Болу керек. Бірақ енді I'm one of the luckiest. Точно, потому что мен бастағанда менің деңгейім pre-intermediate болды. Бірақ қазір, если мен pre-intermediate көрсек, уровень қайда дейсің деп ойлайсың. Себебі методикадан гөрі ағылшын деңгей маңыздырақ деп ойлаймын. Маңыздырақ, себебі сен оқушыңа өзің қолдау жасатқың келсе, және оған дұрыс ағылшын тілін үйреткің келсе, сен одан бірнеше саты жоғары, яғни оның болашағы қандай, соны көріп отыруың керексің. Сенде глобальный взгляд болу керек та баланың болашағына. Мынандай мисконцепшн бар ғой, бізде миф бар. Типа, мен деңгейім төмен, pre-intermediate, elementary, мен 1-2 класстағы балдарға сабақ бере берем. Деңгейің төмен болса, төмен деңгейдегі балаларға сабақ берем. Мен бірақ олмен мүлдем келіспеймін. Мұғалімнің деңгейі всегда жоғары болу керек. Оның методикасы мықты болып, бірақ егерде оның деңгейі төмен болатын болса, ол ертең былай қарағанда жаңағы оқушылар тәрбиелейді. Ол қалай? Ол значит барлығын біледі, бірақ ол қателері өте көп. Ол қатені 10-шы 11-ші классқа келіп, уже басқа мұғалім оны дұрыстап бере алмайды. Ертең ол IELTS тапсыра алмайды. Ол ертең оның арманы шетелге оқуға түсу болуы мүмкін, докторантураға түсу болуы мүмкін. Ол нәрсеге жете алмайды. Сондықтан да бұл жерде мен ол нәрсемен мүлдем келіспеймін, мен ол нәрсеге қарсымын, мен любой нәрсеге айтамын, білім жоғары болу керек. Ағылшын тілі мұғалімісіз ба, деңгейіңіз бірінші очередь жоғары болу керек. Мысалға, мен өз басым ешқандай да өз бала шағамды мысалға деңгейі төмен мұғалімдерге бермес едім. Мен таңдаймын, произношение идеальный болу керек. Деңгейі жоғары болу керек, но при этом плюс методиканы білсе, это супер. Но в первую очередь это деңгей. Бұл менің көзқарасым, я радикально, я это всю жизнь буду придерживаться, менің ойым сондай. Толерант болуға болмайды бұл жерде. Әркімнің өзін таңдау, өзі біледі. Бірақ бұл жерде маман болғаннан кейін, жаңа мен айтқан медиктар сияқты, бітірдің ба, сен өзіңнің мамандығының шебер болу керексің болды. Сол. Енді бұл жер енді видите, енді ауылдың жағдайы оны түсінікті, ол бірақ енді бұл в общем тек қана ауыл туралы емес, бұл қалада да тура осындай проблема. Оны біз өзіміз күнде көріп жүрміз, Енді мына жерде тағы бір маңызды нәрсе туындайды, осы жерде осындай проблемалар болмау үшін қалай шешеміз бұл проблеманы? Қайдан бастау керекпіз? Неден бастау керекпіз? Қиын сұрақ? Өте қиын сұрақ. Ойланатын, толғандыратын сұрақ. Жалпы алған кезде адам өзінің ісіне адал болу керек. Тауып отқан нанына. Мысалы, менің табысым жеке орталық болсын жоғары, average-тен жасырмаймын. Нақты сумманы айтпағанмен, average-тен менікі жоғары. Миллионы зарабатывает она. Мектептің мұғалімі 100 мың алу мүмкін, 150 мың алу мүмкін да. Бірақ ол адамды былай қаратсын, ешкім пистолетті бүйтіп қойып ұстап отқан жоқ. То есть, получается, ол қандай табыс? Сен 100 мың табасың ба, сен миллион табасың ба? Сен өзің жұмысына адал болуың керексің. Қалай болғанда? Себебі сен ешкім зорлап, 100 мың айлығын жасап деп айтқан жоқ. Көбірек керек болса, сәйкесінше effort жасау керек, өзің дамытуың керексің. Ары қарай
қозғалуға болады. Енді бірақ мен ойлайтыным, бәрібір сен қанша табасың, ең бастысы өзінің жұмысына адал жасау керек. Сен барлық Окей, жұмысына адал болу деген не деген сөз ол? Сіздің яғни ойыңызша? бәрін жауапкершілікпен және сапамен жасау. Ол не только жаңа ағылшын мұғалім, даже үйдің шаруасы, иә, ыдыс жудың ба, там адаммен сөйлестің ба, не знаю, сен медиксің ба, врачсың ба, қандай шаруа жасасаң да барлығы адал болу керек деп ойлаймын. Сол кезде уже адам енді адал қылып табғысы келетін болса, ол адам уже ойланады. Мен дұрыс білім беріп жатырмын ба, мен ешкімге зиян тигізіп жатырмын ба, жоқпын ба, сондай бір адамда ой болу керек сияқты. Потому что менде сондай ой болды. Мен жақсы дамый бастадым. Себебі менде бұл жақсы маған ақша беріп жатыр. Шүкір ата-аналар. Бірақ соған сәйкес мен білім бере аламын ба? Сенімін ақтап жатырмын ба? Мен мысалы бірінші жылдары 12.000 теңге оқыттым. Содан кейін резко ақшаны 2 есе көтергенде менде қорқыныш болды. Менің беріп жатқан білім сәйкес па? Өйтіп айта аламын ба? Қолым дірілдеп ата-аналарға жазып, сөйтіп жайлап өстік қой, бірақ сол сұрақ үнемі болу керек. И менде әлі күнге дейін бар. То есть мен жақсы мен оқып жатырмын. Былай қарасам уже расслабиться етуге болады маған. Я почивать на лаврах, орысша айтқан кезде коронаны киіп алып, мен барлық ауылдың мұғалімдері мықтымын деп уже отыра беруге болады. Бірақ олай тоже жасай алмаймын. Потому что мен уже келдім, бір точкаға тірелдім уже. Мен жақсы оқыған, мен деңгейім жақсы, оқушыларымды сәйкесінше өсіріп келе жатырмын. Бірақ олардың деңгейі жоғары болғасын, оларда да амбиция күшті. Енді олар шетелге түскісі келіп тұр. Мен әлі алыс өзім тапсырған жоқ, әлі олдан хабарым жоқ. Енді следующий точка мен айлс тапсыруым керек да. Енді соны ойлап отырмын, ертең сұрайды, апай айлсқа дайындалыңызшы деймін. Не деймін? Мен олардың беттеріне қалай қараймын? Стратегическое мышление, алдын ойлап. Сондай менде да, оларды жаңа Оша айтқанда подводить етуім керекпін да. Солар үшін жұмыста кейде ойлаймын, мен өз балдарымнан гөрі ана орталығындағы балдарым жақын ба деп та. Сондай болып кетеді, шынымен де сондай болып кетеді. Сосын мына жерде тағы да біз сізге сұрақ қояйын деп тұрмын. Сіз жаңа балаларым деп айтып отырсыз. Сіз көбінесе жаңа мектеп оқушыларын көптеу, сіз жаңа айтып кетуді ұмытып кеттім. Біздің жаңа Әсел Темір, ол бізде CELTA certified өте жоғары деңгейлі мұғалімдердің бірі негізі. И жаңа көбінесе сіз жаңа подростктермен, жасөспірім балдармен көп жұмыс істейсіз. Сол шебер деп айтсам, мастер вот. Я, например, олай жұмыс істей алмаймын кішкентай балдармен, менде ондай қабілет жоқ. Мен вот изначально үлкен адамдармен жұмыс жасағам, кішкентай балдармен де жұмыс жасағам, бірақ больше мне, конечно, нравится со взрослыми работать. Но вы вот сіз больше жақсы көресіз, жаңағыдай ас шеберсіз да, мысалы соның. Енді бұл жерде ересектерді де үйреткенсіз, мен білем. Ересектерге де сіз онлайн сабақтар бересіз, группаларыңыз бар. Айырмашылық қандай ересектермен кішкентайларды жұмыс жасаған кезде неге көңіл бөлу керек мысалға? Балалармен жұмыс жасағанда, ересектермен жұмыс жасағанда айырмашылығы қандай, неге көңіл бөлу керек? Енді өзім тәжірибем алатын болсам, жалпы жасөспірімдермен жасауға оңайырақ. Себебі біз оларға мотивационный әңгіме айтсаң, сен ертең шетелге барасың, осылай болады, қолынан бәрі келеді, кәдімгі саған қарай олар дамығысы келеді, тырысады. Ал ересек адамды оқытқан кезде арасында тоже айтасың, енді не үшін отырық, бала оқытып жатырық, үлкен жауапкершілік, давайте дайындалайық, үй тапсырма қайда деп арасында өзің мен қатар мұғалімдер ғой енді. Айтасың, амал жоқ, себебі бір күні күшті болып дайындалып қойып, бір күні немен қарайды, немқұрайлықпен қарайды. Сосын тұрақтылық жоқ үлкен кісілерден. Тұрақтылық жоқ, ненің себебі? Үйдің шаруасы, баласы ауырып қалады, тағы солай сияқты. Қалай болғанда тұрақтылық болғанда аржағында енді приоритет қой, құндылығы. Соған байланысты себебі бәрімізде де ата-енеміз бар деген сияқты. Соған қарамастан сөйлеп жатса да мына бөлменің есігін кілттеп аласың, бөлменің есігін тағы кілттеп алыпты, кілттеп аласың, сауынды оқи бересің. Ыдыс сотканы қойып қаласың, ағылшын видеоны қаратасың, ыдысты бүйтіп жуатасың. Былай пылесос осылай етіп жатады. Сөйтіп жасайсың. Соған уже қазір енді үйренді. Енді менің өмірім сол, потому что енді уақыт жоқ. Мен ешкім, Әсел барып 2 сағат бөлмеңен кіріп, ағылшынды оқып, жата ғой деп ешкім айтпайды маған. Сосын параллельно жұмыс жасайсың. И оқушылармен жұмыс жасаған бір жақсы жері, оларға мотивация бересің, если олар кішкене үй тапсырма, орындама, еріндім сөйтіп келсе, ол все болды. Оларды жинақтайсың да, ол сабаққа күшті болып дайындалады. Одан сразу отдача көресің и результат көресің.
И сосын олар сене вот реально тұрақты оқиды да. Мысалы 5-ші класс келді, 6-ші класс, 7-ші класс, 8-ші класс, неше жыл, 4-5 жыл, 8 жыл, 7 жыл ма мен еңбек өтілімім сол 7 жыл бойы қатарынан оқыватқан оқушыларым бар менімен бірге. А мұғаліммен бастаймыз, окей, группа жинаймын, 6 адам, күшті мотивациямен бастаймын. Мен бірақ маған қалдан мен сразу айтамын, менде қиын. Бір емес 3 кітаппен оқимыз. Былай жасайсың, былай жасайсың. Үй тапсырманы жасауға сенде минимум 3-4 сағат уақытың кетеді. Бірақ сен 5 ай шыдашы, 5 ай шыдасаң, уже саған оңай болады деп. Мен бәрі андай қысқа етіп түсіндіріп, бәрін от-өді ашып айтамын да, что оңай емес. Ана жақтағы сен курстармен салыстырмайым, 2 ай оқымайсың, мен минимум сен 1 жыл оқисың. И то не факт, что сен ол тілді үйренесің. Не факт, что келесі деңгейге өтесің. Өтесің, иә. Сосын сен бір кітаппен оқып алып, мен уже интермедиаттің деп ойлама. Интермедиат деген ол деген бір кітапта берілген 10 юнитпен шектелмейді. Интермедиат, апро интермедиат деңгейі, мысалы менің қазақ тіл байлығым, иә, апро интермедиат қазақ тіл байлығым, қазақ материалдар есіме тұра алмай тұрмын. Оның қасына ағылшын жақсырақ сөйлейтін шығармын. Сол секілді, бірақ солай бола тұра әдемі қазақша сөздерді қолданбасам да, мақалдап, мәтелдеп әңгімені айтпасам да, мен кез келген тақырыпта әңгіме айта аламын. Космос па? Пожалуйста, космос туралы. Медицина ма? Медицина туралы ой айта аламын. И апро интермедиат тоже сондай болу керек. Ол ана 10 юнитпен шектелмейді. Соның бәрін түсіндіріп, я болды, мен дайынмын, все, мен оқимын, мен шыдаймын деп келеді. Сосын бір адам шук деп 1 айдан шығып кетеді. Потом 2 айда, потом новый набор жасайсың, ол келеді, ол пока үйренседі, адаптация болады. Мен уже шыдамаймын да оған, уже 2-3 адам болған кезде. Мен топты жабам деп айтам. Басқа маған іздей беріңізші, маған уже сіздермен жұмыс саған не интересно сөйтіп айтам. Потому что мен тырысып жатырмын, оларға тапсырма беремін, олар тыңдап жатыр, фидбэк, отдача жоқ, результат көрмеймін да. Сосын айтам, енді өздерің қараң, курстан курсқа секіресіңдер. Ана 2-3 курстық барың, орыс тілді мамандарға бар, ресейдің мамандары бар, осында жағдай болады. Бәрібір осы методқа қайтпайсыз. Если вот конкретно 2 жылда результат керек па, вот реально деңгейіңізді өсіріп, уже жемісін көргіңіз келе ма? Вот 2 жыл ғой, шыдаңыз өтіп кетеді, зу-зу етіп өтіп кетеді. Зато ертең мақтанатындай деңгейіңіз болады, ағылшын тілінде еркін сөйлейсіз, ешкім сізге әңгіме айта алмайды. Сөйтіп, я сіздікі түріс, я Әселім, күшті, еңбекқорсыз, жоқ. Все. И бұл даже блогыма жаздым, сұрайды, сен кімде оқығатсың, Әсел Серкінді оқып жатырмын, қанша оқуың? Айына ол кезде неше 3 жыл бұрын 120 ма, индивидуальный 120 деп жаздым. Деді ма, басың жасамайды. 120-ны 12 айға көбейтсеңіз, миллион бір нәрсе болады. Сол ақшаны алып, неге Турцияға бармайсың деген ғой. И қазір өкінемін, неге скриншот жасап алмадым екен, неге сол кісіні білмеген. Негізі сол болды, сіз блогқа шығарғансыз, мен есімде. Соны іздеу керек болып тұр. Сөйтіп мен сол кісіні қарайтын да, қалай оның өмірін не істеп жатыр екен деп. Мен мысалы дым өкінбеймін. Сөйтіп мысалы табысымнан үйге былай қарап жатсаң, ауылдық жер болсын, баламның аузынан жырып сізге беріп отырмын да. Үндемеймін, айтпаймын, Әсел Серкін оқимын деп үйдің адамдар айтпаймын. Саған не қыласың деп бастайды ғой енді. Үлкен кісілер қазір уже түсініп бастайды. Әсел, молодец, оқуың керексің. Уже мен оқушылардың результатын көреді. Той садақада ата-енемді көреді. Әсел, сіздің келдің бе? Күшті мұғалім. Сен анау сені мақтады, мынау сені мақтады. Менің келінім уже сөйтіп отырады. Енді басында енді түсінбейді. Енді үлкен кісілер. Қазір уже қолдауда, күйеуім айтады, оқу керек па? Бар, оқу. Дұрыс. Вообще не дұрыстап оқы. Осындай күйеулер көп болса екен, қолдайтын. Иә, керемет, супер. Жаңа блог туралы айтып жатырсыз. Негізі блог сізге не берді? Блог жүргізу негізі ұнай ма өзіңізге? Жалпы алғанда, ұнайды. Бірақ кейде қиынсынасың, сторис бір нәрсе шығару керек. Все-таки блог болғасын, ол өзіңді жақсы жақтан көрсеткің келеді, максимально күшті бір мінсіз адам қылып көрсеткің келеді. Успешный успех. Білмеймін, адамның табиғаты шығар енді, бірақ сөйтіп не істеген келеді. Жалпы өзім в целом, да, in general, cheerful person. Өзім балам ауырып жатыр, өзім ауырып 40 градус деп жылап өйтіп блогта бөліскім келмейді. Мен постоянно күліп отырамын блогта, и бәрі адамдар соған үйренген. Если менде какой-то өмірде проблема болса, просто блогқа шықпайын болды. Потом қайтадан күліп шығамын. И мүмкін адамдар ойлайтын шығар, Әселдің несі өмір рахат, анау бәрімізде енді проблема болады. Просто мен үшін блог ең басында мен ашқан кезде ағылшын тілінде сізге бастадым, сіз айтыңыз, ағылшын тілінде сөйлейсің, мен стористе көретін болайын, практикада қолдану керек. Бастайсың, Әсел Серкін жазып жібересің. Мына жерің қате, мына артикль қайда?
или мына жерге неге артикл қойдың қарамайсың ба деп не істейді дейсің да ладно деп зато рахмет сосын айтады сөйлескен артық кетіп жатқан шығар мен ренжімейді жоқ түзете беріңіз деймін потому что сөйтіп не істегенде уже мән беріп бастайсың да сөйтіп өзімше жаңағы дневник болды маған басында ағылшын тілінде жайлап сөйлеп не істеп практика жасап енді осы жақында тоже бір фолловерім жазады 2 жыл бұрын сізді қарағанмын содан кейін бала көтердім шаруа инстаграм бәрін жоқ қылдым да содан 2 жылдан кейін қайтып сізге келсем мен таңғалдым шокемін дейді мой шоке деп жазып жіберді сіз қалай ағылшын деңгейіңіз көтеріліп кеткен таңғалып отырмын дейді да енді уақыт деген зулап өте береді ғой просто уақыт жоғалтпау керек 2 жыл мүмкін көп уақыт болып көрінетін шығар бірақ көз ашып жұмғанша сразу өтіп кетеді поэтому приоритет если маңызды болса сіз үшін ағылшынға берілуге бірақ егер ағылшынды бастадыңыз ба сразу айтамын мен бастадыңыз тоқтамау керек бір тоқтадыңыз ба оның алдында жинаған еңбегіңіз біліміңіз оған кеткен ақшаңыз энергияңыз нервіңіз бәрі босқа кетеді опять бастайсыз поэтому сразу тоже оған жауапкершілікпен керек па дайынсың ба всю жизнь пенсия шыққан өлгенше ағылшын оқуға онда қорықпасаңыз пенсияға шыққанша окей вообще супер ответ мен өзім айтып соған уже дайынмын мен де дайынмын мен дайынмын күшті супер сосын осыдан бір 2 жыл бұрын 3 жыл бұрын ба мен қазір есімде точно жоқ селтаны жаңа айтып өттік селтаны сіз жаңағы тапсырдыңыз селта сертификатыңыз бар қазір жоғары білікті мамандардың қатарындасыз Қазақстан бойынша ондайлар өте аз білесіз сол селта туралы сұрақ келді негізі қаншалықты селта керек емес кімге керек мен ойлаймын білім бәріне керек селта енді селта алып сонымен болды енді осы селтаны оқып алып мен уже керемет мұғаліммін деген егер ой болатын болса ол delusional definitely потому что селтаны жақсы оқып аласың бірақ ары қарай даму керек өкінішке орай ағылшын мамандығын енді жолына түстіңіз ба жақсы сүйіп оқытасыз ба балалармен жұмыс или не знаю ересектер адамдармен жұмыс жасауға жасаған ұнай ма все уже соған көну керек что сіз өмір бақи өзіңіздің деңгейіңізді бірақ ойлаймын барлық мамандық шығар қазір солай шығар потому что уже AI artificial intelligence жасанды интеллект болғасын уже болды амал жоқ барлық адамдар кім болашақта выживать еткісі келеді нормально табыс табысы келеді уже амалсыз білімін толықтыру керек и селта керек ол жақта үйренетін нәрсең бар definitely еще оны сен практикаға жасалатын болса бірақ ол жаңағындай все болды сен керемет мамансың деп дәлелдейтін құжат емес супер классный ответ сіз қаншама шетелдік және біздің осы қазақстандық жергілікті өте үлкен масштабный конференцияларда сіз спикерсіз өте прям сізді нараз қылады өзімізде көріп жүрміз қаншама конференцияларда қалай негізі спикерлік опыт туралы не айтасыз негізі ұнай ма сізге өзіңізге спикер болған бөліскен конференцияларға барған негізі керек па негізі ол нәрсе керек емес пе әрине керек өте қатты ұнайды алғашқы енді спикерлік бұл мен все-таки гештальт жауы болды потому что мен колледжде шыққан кезде жалпы өте активный бәрін ұйымдастырып идея беріп сөйтіп жүрген студент болғанмын и бүкіл колледж студенттерінің алдында бір сценка қойдық менің ролім сол кезде закадровый голос болып оқу болатын алдында жай кітап тұр просто оқуым керек еді бірақ ана оқушылардың студенттердің бәрін көрген кезде дауысым жоғалтып алдым сөйлей алмай қалдым и сол кезде бәрі енді жаспыз ғой бәрі күледі ғой мен де күлер едім если сол ситуацияны мен қарап тұрсаңыз мен де күлемін бірақ маған ол күлкі болған жоқ ол маған травма болып қалды сосын енді басында неге ұсынған кезде қорықтым бірақ ойладым уже даму керек overcome жасау керек оны потому что ол мұғалім болғасын оқушылармен білім бөлісесің басқа жалпы мұғалім ол деген тәжірибе алмасу арқылы дамиды жаңа орыстар айтады ғой споре найдется истина something like that сондай секілді да сен басқа адамдармен тәжірибе алмасасың өзіңнің біліммен бөлісесің ол саған бір нәрсе береді и содан сен солай екен ғой осылай да болады себебі бір адамның дұрыс 100% білетін нәрсесі жоқ қалай болғанда да поэтому үнемі міндетті түрде конференцияға бару керек басында ол сізге жаңағыдай білім толтыру үшін болуы мүмкін жаңағы білім құтысын дейік қазір мен ол үшін бармаймын маған былай қатты бір-екі болмаса спикерлердің қатысып тыңдаған ондай қатты қызық емес маған жаңағы communication networking сол қызық басқа қандай мұғалімдерді кездестіремін
кім мұғалімдермен таныссам, олардың осы сұраққа қандай ойы бар, и әр келген сайын жаңа мұғалімдермен танысам, и бірімізге септігіміз тиеді. Өткен жолы барғанда Алматының ауылдық жерінен бір мұғаліммен таныстым. Ол тоже өзінің оқушыларының кітап оқытып ритейлинг жасатады екен. Ритейлинг жасатады. Оқушылар ерте оқиды, олар ритейлинг айтады. А мен ағылшын тілінде кітап аламын келді. Мен бірақ ойладым, ағылшын тілінде кітап қымбат. Мен барлық оқушыларыма алып беруге менің мүмкіндігім жоқ деген сияқты. И сол қызбен танысқаннан кейін тауып алып, оқушыларыма сыйлық ретінде кітап өзімнің қалтамнан көтеріп алып бердім. То есть бір пайдасы дейді. Одан кейін ол айтты, өзінің жаңа отчетный концерт жасайды екен ата-аналарына. Күшті идея екен дедім да. Биыл барлығын жасау мүмкіндік болған жоқ, себебі мен топтарым көп. Сізде выпускной болды ғой, прям масштабный. Мен биыл соны жасадым. Ана айтты, бүйтіп жасаймын деп. Күшті екен дедім. Мен де жасап көрейінші. Ол сөйтіп тәжірибе алмасу арқылы, идея алмасу арқылы көп нәрсені үйренесің. Содан кейін мысалы соңғы Астанада барған кезде, енді қазір мысалы C1-да отырып қой, енді ағылшынша тілінде вроде бы нормально ағылшынша сөйлейміз. 1 сағат, 2 сағат үзбей ағылшын тілінде сөйлеуге болады. Бірақ Британия деген тоже ұстазым бар, сосын американецпен сөйлегенде екеуі Трамп туралы айтып жатыр екен, әңгімені үзбей айтып жатыр, қарадым да. Все-таки менде әлі планка өсіретін әлі жер бар екен, инсайтта. То есть сен жан жаққа шықпасаң, сен өзінің қай жерін дамыту екенін көрмейсің. Сен мысалы менде ауылдық жерде тұрдым ғой, мен Инстаграмда ашып сізді көрмейінше, мен сөйтіп ұйықтай беретін едім да, потому что менің ортамда дәл сондай адамдар, сен өзіңнің ортаңа бейімделесің. Сенде не болмағасын, үлгі болмағасын, басқа адам болмағасын, сен жүресің, жұрттың қатарында ешкімнен кем емеспін деп жүресің. А когда сен в масштабе Қазақстана қараған кезде, анау мықты ғой, мынау мықты ғой, мен не істеп жүрмін деп уже ойланып бастайсың. Трамп туралы что-то не могу, я час-два болтать деп. Трампты вообще онда культурный жағынан біз енді тіл не істейміз, бірақ именно мировая культура деген жағына әлі білім. Оған әлі сөздік қорым жетпейді деген сияқты да. Сондай сияқты да, мотивация береді. Басында қараңызшы, тағы да бір өте бір маңызды нәрсе бар бұл жерде, сөзіңізді бөлгеніңіздің кешірім сұраймын. Бұл жерде мынандай нәрсе, ол не только сөздік қор емес, бұл жерде көбісі ойлайды, жаңа сіз идея туралы айтсыз ғой, менде идея жоқ, не айтарымды білмеймін. Бұл вообще ол тілде сіздің сөздік қорыңыз төмен дегенді білдірмейді. Бұл вообще кругозордың ол туралы біз зерттелмегенін, ол туралы біз видео көрмегенбіз, ол туралы статья оқыма, соның ғана ол несі. Даже мысалы қазақ тілінде давайте қазір Трамп туралы сөйлеймін. Мен ол Трамп туралы қызықпаймын. Мен ол туралы точно мен 1 сағат, мен 15 минут айттым ғой, потому что я не читаю новости про него, я не интересно. А бұл жерде если input болса, однозначно сізде аутпут болады. 2 сағат емес, бір күн қырылысуыңыз мүмкін, мысалы Трампты қолдап или Байденді қолдап деген. Сондықтан бұл жерде қатты бұл жерде лексика, грамматика деп қадалудың қажеті жоқ. Бұл жерде тоже кругозорға байланысты. Кейде даже ол лексикаға да байланысты, потому что ол қазақ тілінде де сіз ол мысалы global warming туралы, немесе какой-то бір international conflict туралы сіз сөйлей алмауыңыз мүмкін да. Мен 100% келісемін, потому что мен қалай ағылшынды прям қолыма алып бастадым, все, менде уже раздвоение личности, реально. 100%. Бәріміз сондай бар. Ағылшын тұлғам вообще мүлдем басқа. Ағылшын тұлғада қазақ болсам, мен, например, ұялшақпын. Қазақ тілінде сөйлесеңіз, қазақ тілінде ешкіммен конфликтке түскім келмейді. Ағылшын тілінде басқаша. Айта бересің, өзіңді, ойыңды еркін жеткізесің, әртүрлі тақырыптарда әңгіме айтасың. Қазақ тілінде өйтіп айта алмауыңыз мүмкін да. Менің тоже ағылшын тілінде бар ғой мақал, if you know foreign language you possess another soul деп та. Сол сияқты. Вот прям шында. Супер. Тағы да бір өте маңызды тақырыптардың бірі бұл money management. Қаншалықты біздің вообще мұғалімдер, вообще не только мұғалімдер, вообще адамдар қаншалықты вообще финанспен дружат, дос. Енді біздің Қазақстанда кредитная система қатты дамығанына қарағанда, кредитная система, онлайн кредиті, жаңа не біледі, ломбард, солардың барлығы бізде бар ғой, өте бұрыш-бұрыштарда. Соған қарағанда бізде финансовый менеджмент өте төмен деңгейде. Жасыратын жоқ, себебі адам деген егер финанс жағынан саналы болса, онда кредитке той жасамас еді, біреуге жаңа курс алмас еді дейсіз ғой. Жаңа шөп салып біреудің көзіне. Жақсы жағдайым бар, баламды ұят болады, той жасамасам қалай деген сияқты. Біздің қазақтың ұяты сондай. Қалай көтереміз соны? Менеджментті. Қалай жаңағы дұрыс ақшаны управлять ету үйренеміз?
управлять қазақшасы қандай? Басқару. Қалай басқарамыз ақшаны? Егер мен ол тақырып айтсам, это conspiracy болып кетеді. Conspiracy болмай ақ айта беріңіз. В целом, үкіметке это невыгодно. Банковский система это невыгодно. Оларға біз кредит алғанымыз жақсы, олар үшін біз сауатсыз болғанымыз жақсы. Поэтому в целом, адамдарда сауатсыз финанс жағынан, ол барлығында көбінде 95%-ында точно соның ішінде мен бармын. Бірақ адамдардың темпераментіне қарай, кәдімгі өзінің ақшасын жақсы ешкім оған үйретпесе де, мүмкін өмірінде өткен тәжірибесіне қарай ма, қиыншылықтар өтті ма, әйтеуір бір money management былай туа біткен сияқты ол көрінеді. Ол кісілер кәдімгі күшті не істейді, потому что былай ойлайсың, мысалы жолдасым вахтада жасайды мұнай компаниясында, мен орталығым бар, вроде бы табыс жоғары біздің кәдімгідей салыстырмалы түрде. Ешкім білмейді ол. Ал average family үкіметте жұмыс жасайды, айлығы төмен, бірақ олардың квартирасын алды, машинасы бар, и сонда басқару деген осы. И басқару енді не дейді, ошибка жасап келіп, может бір нәрсе өзгерту керек шығар деген оймен, мысалы мен солмен келдім. Все-таки балдарың бар, олардың болашағы қалай болады, менің болашағым қалай болады, неше түрлі нелерді естейсің, ертең пенсия, біз ата-енемдікінде болмайды, пенсия неше жинадың, сонша болады, деватыр, оны қайтеміз деп уже ойланып бастайсың, уже ақша жинау керек екен. То есть бұл жерде мынандай нәрсе ғой, мысалға өзіңіз айтқандай, мысалға егерде күйеуіңіз аз тауып жатса, бірақ сіз өзіңіз миллиондар тауып жатсақ, бірақ соңында 0-0, сізде 0, ол 0 болса, ол разница жоқ. Ол 0 болса жақсы, минусқа. Ол плюспен шығуы мүмкін, да, күйеулер иногда даже плюспен шығады. Сенде 0, вроде миллион ақша сұрайсың, ақша берші, пожалуйста, мен кетіп бара жатырмын конференцияға. Сондай қызықтар болып тұрады. Енді бірақ негізі literacy'ді көтеру керек. Сол кезде даже иногда бывает, төлеу проблемасын, даже какой-то бір төлемақыны ай сайын дұрыс жасай алмайтындар бар, кешіктіріп төлейтіндер бар. Бұл жер оңай емес та, ол да ситуация мысалы. Бөліп төлейтін өткенде тоже әріптестермен сөйлесіп, бөліп жібереді ақша дейді. Ол не болады бөліп жібергеннен кейін? Это тоже ол не только мұғалімнің, но и басқа адамдардың да финансылық сауаттығы өте төмен деген сөз ғой былай қарағанда. Солай шығар, мен деген қасиет ол жауапкершілік. Мен банктан қорқам, адамнан қарыз алсам қорқам, мен самый бірінші қарызымды өтеуім керек. Сол тұрады Каспий банкта. Енді мынандай сұрақ бар. Мен білемін сізді, қазір шындығыңыз бар айтып қой, 15 осыдан 1-2 жыл бұрын 15 курс алғансыз. Болды. Ол не? Это что такое? Бұл білімге деген құштарлық аштық па? Или басқа нәрсе ме? Басында енді точно ол деген аштық болды. Дамытуым керекпін деген оймен жүрдім. Енді 15 курс бір айда алғаным, оның бәрін оққан жоқ, ол ысырапшылық. То есть жаңағыдай unfortunately I pray to ads on Instagram. И маркетингке қатты күшті қылып не істейді, реклама жасайды. 2 айда үйренесің, мынандай методика, там спикинг қылып ойлайсың. Айтпақшы 2 айда ағылшын дегендерге алдану деген болды ма сізде? Болды. Advanced деңгейге жеткіземін деген. Именно advanced болған жоқ, енді есім жоқ, но мен болды, маған айтты, бір Ресей маманда оқыдым. Менде интенсивный курс бар, индивидуально оқыдық. 3 айдың ішінде интермедиат боласын деді, соны бір оқулықпен ғана оқыдық. Коммуникативная методика, салтының иесі ол. Мен, оқыдым, сонымен үзбей, мен бір жақсы жерім әйтеуір ақшамды төледім ба, уже жауапкершілікпен қарап, сабағымды оқып, сөйтіп не істеймін, бітірдім, күшті абыроймен деп қояйыншы. Бірақ сізге жазылғанда, жазылмай тұрып, бірінші тест тапсыр деп жібересіз ғой? Тест тапсырын pre-intermediate шыққанда. Уверенность бұлшыт. Қайда intermediate деп мен не істедім да, таң қалдым. Кейін ойланып қалдым десеңші. Ойланып қалдым. То есть бұл жерде енді ондай нәрселер болады, бірақ тоже бұл жерде осознанно ойланып алу керек, особенно инстаграмға жаңадан келіп жатқандай, жаңадан келіп жатқан адамдар, олар неше түрлі сондай маркетинговый ходтарға алданып қалады, даже мұғалімдердің өздері алданып қалады. Сөйтіп жазады маған, бір деңгей қанша уақытта бітіруге болады, 3 айда мен деңгеймен бас болады, 1,5-2 жыл оқисың десең жоқ болады, бірақ сол адам 1 жылдан кейін қайттан жазады да, өзі қарайсың ғой запистерді. Мен осы деңгейге жазылайын деген едім, сонда 1 жыл бойы не істедің? Әлі 1 жыл бойы сол бір деңгейде жүрсің ба?
вот кішкене осыны түсінбеймін енді. Түсінбегенде енді видите ол приоритетке байланысты өзіңіз айтқандай. Жаңа сіз сосын жаңағы айтып жатырсыз, біреулерде біреуде талант болуы мүмкін, туа біткен. Галлап туралы айтсақ, сіз білесіз, менде Галлап коуч, сізде Галлап коучсіз. Вообще негізі қаншалықты вообще Галлап тестке сенуге болады? Негізі ол керек па біздің вообще Қазақстанда? Қаншалықты керек ол жұмысқа тұрғанда? Адамды түсінуге пайдасы бар ма негізі? Енді менің жеке ойым керек. Себебі бұл Галлап институты мен бірнеше, не знаю, конкретно енді цифрды айта алмаспын, бірақ зерттеу жасалынған ғылыми дәлелденген тесттердің бірі. Мамандық таңдауда, өзің жолын таңдауда әрине керек нәрсе. Бірақ барлық адам түсіне алады, оны қабылдап, оны пайдалана алады деп айта алмаймын, потому что жалпы бір білімді инструментті іске асыру үшін практикада қолданып оның пайдасын, жемісін көру үшін сен сол ортада болуың керексің. Сен мысалы Галлап тест жалғыз өзің тапсырдың, бір ауылдық жердесің, басқа ешкім жоқ, ол туралы ойламайды, сен де ұмытасың оны. Егер сен сол ортада болсаң, не үшін барғанды конкретно білетін болса, Әсел Темір тапсырды, Әсел Үмбет тапсырды, мен де тапсырайыншы деген майндсетті емес. Не үшін керек саған? Өзіңді тану үшін десеңші. Өзің тану үшін, соның ішіндегі сен білімді алдың, ол саған білім қажет пе, сен оны іске асыра аласың ба, сенде аналитическое мышление бар ма? Потому что ладно, жақсы айтады, сен мынандайсың, күштісің, мына жерің қатырдың, мына жерің мынандай талантың бар деп айтады. Но айтқанда не пайда? Потому что если сен оны анализ жасап, өзінің өмірімен, мен шынымен де осылай жасап жатырмын ба? Мен оны пайдаланып жатырмын ба? Ол таланттың қай жері маған пайдасын тигізіп жатыр? Менің ойымша ол барлық адамдарға келе бермейді. Бір бэкграунды бар, саналы адам, негізі дамуға құштар, сондай адам болса, үнемі ізденісте жүретін, тағы бір инструмент ретінде өзін басқа қырынан ашқысы келсе, онда болады. Average жұмысқа барып келіп, былай просто андай magic pill деп ойлап, осына талантын айтса, все, мен бизнес ашып кетемін, қандай салада жұмыс жасау керектігімді тауып аламын деп ойлайтын болса, это не дейсіз ғой, ол көмектеспейді. Қазір Галлап бойынша жаңағы адамдар бір-бірімен үйленіп жатыр дегенге қалай қарайсыз? Партнеры выбирают, мысалы, сен Галлап тестің ғана, менде мынандай Галлап тест, сенде мынандай жоқ, мен сен әйел қыла алмайсың, сен значит нормальный әйел емессің деген сияқты сондай прям қазір не болып жатыр ғой? Тренд болып жатыр. Толерант, маған бәрібір, пожалуйста. Потому что толерант бола алмайсыз, бұл жерде сіздің ойыңыз керек конкретно. Жоқ, маған былай қарап отырсам, мен өзімнің қолымнан не келеді, мен неге әсер ете аламын, сол маған маңыздырақ. То есть менің білімім, мен басқа адамдарға не істей аламын, сол. Мен басқа адамның өміріне араласа алмаймын, өзгерте алмаймын. Егер олар Галлап тест бойынша өзінің бір-бірін совместимо деп ойласа, уже сол майндсеттің өзі оларға көмектеседі. То есть, оған шейін ол Галлап болмаған кезде, оның алдында астрология болды. Астрология жоқ па, нумерология бойынша тексерді адамдар бір-біріне. Ой, осы жерден тоқтата салайықшы. Қазір нумерология, астрология. Жалпы деймін, адам неге сенеді, соған байланысты ғой. Егер адам олар ойласа, Галлап тест көмектеседі, пожалуйста. Соған негізделіп, датасын таңдап үйлене берсін. Бірақ бір жағынан жоқ, мынау маған болмайды екен ғой деп үйтіп категоричный болу да дұрыс емес сияқты, мне кажется. Жоқ, сен мысалы екеу кездесіп жүр, бір кезде Галлаптарын қарады, екеуінің екі түрлі, ол жерде arranger жоқ екен, ол жақсы келін болмайды екен. Сен ата-енеме қарамайсың деп кетіп қалу, мне кажется, это вообще очень низко тупость деп ойлаймын мен өз басым. Мен ойлаймын, дұрыс. В том смысле, что олар басында айтты. Тапсырып алғаны дұрыс шығар енді. Тапсырып алды, айтты, сен маған не подходишь деп айтты, кетті. Әйтеуір ертең үйленгеннен кейін. Бұл қатты сенушілік қой Галлап тестке негізі. Қатты сеніп кету тоже, мне кажется, это ненормально. Ешнәрсеге қатты сенуге болмайды. Бұл жерде есть жаңағы golden middle тауып алу керек. Мне кажется. Окей, енді қараңыз, мына жерде жаңа өзіңіз AI туралы айтыватсыз. AI-ға негізі ойыңыз қалай? Жаңа біз оның алдындағы спикерлермен де менің махаббатым. AI-ға қалай қарайсыз? Ол менің екінші махаббатым. AI вообще обожаю. ChatGPT ол менің best friend. Олсыз өмір сүре алмаймын. Мен бір жағынан енді, конечно, кез келген білімді, ол жалпы айтады, білім қолында бар ма, ол үлкен жауапкершілік. AI дәл солай. То есть сен, опять же, саналы подход. Не просто там читить, там бір нәрсені сен үшін жасап береді, олай емес. Мен мысалы AI-ді қолданамын, бірақ даму жолында. Мысалы, кітап оқимын ба,
бір контекстте жаңа сөз көрдім. Обычно сен мысалы Кембриджге, то есть Гуглға барасың, Кембриджді тересің, потом ана сөзді тересің. Ол саған максимум 2 сөйлем контекст береді. Потом саған ол контекст незнакомый болуы мүмкін, потому что сен бір сөзді контекстте қарап, ол сөз есіңде қалу үшін, сенің оның бэкграунд, сенің тәжірибеңе байланысты болу керек. Ол если ол сөз, не знаю, қандай экзампл, там, не знаю, drift away, когда кеме, вот именно қайық кетіп жүзіп кетті деп айтатын болса, например, егер ол там су жоқ жерде тұратын болса, ол адамның есінде қалмауы мүмкін. Поэтому ол сенің жеке неңе қатысты болу керек та. И сол үшін ChatGPT все бір приложение кірдім, жаздым, осындай, короче, онда словосочетание, например, жақында маған кездескен нәрсе, біз сізбен оқып жүрген кезде take a liking to болды бізде. И мен жаңа оқыватқан кітабымда кездестірген фраза take a shine to бар ма ChatGPT? Take a shine to, meaning, plus synonym, plus examples in different context дедім, сосын plus Russian meaning деп дедім. И ол маған сразу деп шығарып береді. Там мағынасы осындай ағылшын деді, потом маған 5, мен өзім жазамын, 5, алды сколько мне example нужно, соны жазамын. 5 әртүрлі контекстте жазып береді, там, например, экономика саласында, бизнес саласында осылай, тағы бірдеме саласында осылай. Сосын синонимдер шығады. Take a liking to осында, take a shine to деп айтуға да болады екен. А потом мен сұраймын, is it informal or formal? Опять тоже оны іздеуің керексің да, сен интернетте. Потому что сен оны білмесең, тағы да мысалы writing, тағы бір нәрсе болса, оны қателесіп кетуі мүмкін. Соны осы бастан өзімді үйретіп жіберейінші, ағылшынға баратын шығармын, ақыры соған әкеліп тұр ғой деп. Аздау айға естейін де. Сөйтіп сонымен ChatGPT сонысымен все видео қарайын ба, естіп қалам бірден сразу ChatGPT-ге барамын. И ол маған экзампл береді. И есімде уже қалып бастайды. И оны қолданғым келеді. Сосын оны квизлетке забивать етемін. Әйтеуір кәдімгідей үлкен көмегі бар. То есть ол блог жүргізуде оқушылардың қатесін кейде онлайнда отырасың, например, сабақ жүргізу или не істеп жатқанда былай төмен челлендж жасаймын оқушыларға, и ChatGPT-ге запись жасатып қоямын. Потом запись бітеді, шығарып береді, кейде болады просто фокусың кетіп қалады, или анау алаңдап қалады, или біреу саған соғып қалады, сен оқушыға дұрыс фидбэк беріп үлгермейсің, а мен фидбэк беруім керек, маңызды да. Нені қолдан, нені қолданбады, как можно еще улучшить. И аны жазып алады, еще құлақ жақсы естеді оны ChatGPT, мен таңғаламын. Мама, кәдімгі күшті болып записьті не істеді, потом шығарады, мына жерде қате бар, мынаны бүйтуге уже кәдімгідей көмекші. Конечно, сен оны ChatGPT саналы түрде пайдаланатын болса, то есть сенің оны саналы түрінде пайдалану үшін сенің бэкграунд, то есть кәдімгі база білімің болу керек. То есть мен мұғалімім, менің базалық методикам бар, мен ағылшын деңгейім жоғары, и мен ChatGPT-ді көмекші ретінде қолданамын. А если менің методикам жоқ болса, менің деңгейім elementary болса, онда мен чит етемін. То есть мен там, не знаю, маған бәрін жазып бер, именно мен сұраймын, то есть мен өзім қарамаймын, оқушының қандай қасиеті бар. Мен айтамын ChatGPT-ге, қара, исправь ошибки для меня деп айтамын. Ол маған suggestion айтады. Сосын мен айтамын, сенде мына жерде қате деп боламын. Бірақ одан мен еш нәрсе үйренбеймін. Например, мұғалім дамымайды. И мысалы кітапта тоже жаңа сөз үйреніп жатырмын ба, ол ChatGPT маған ұсынды. И ұсынған уже мен өзім таңдаймын. Керек па, керек емес па? Сонымен заменят учителей? Мұғалімдерді, қалай айтады қазақша, мұғалімдерді AI алмастыра ала ма келешекте? Жоқ. Мұғалімдерді AI точно алмастыра алмайды, бірақ AI-ді білетін мұғалім басқа AI-ді білмейтін мұғалімді алмастыра алады. Белиссимо, перфекто. Вот то, что я хотела услышать. Супер, керемет жауап болды. Рахмет сізге. Енді подкастымыздың соңына қарай тыңдармандарға 3 кітап оқуға қызықты. Кітап деген, жалпы мүмкіндіктеріңіз болса, Джей Шейти, мысалы, Think Like a Monk деген кітабы өте жақсы. Осындай форматта кітаптар оқыған жақсы. Себебі сөздік қор, плюс Fixed Mindset and Айырыласыз Growth Mindset болады. Екінші кітап Why has nobody said to me ма? Told to me ма? Сол кітап бар, психологтікі, инстаграмы бар. Сол кітап күшті. Бірақ егер сізде кітап оқуға сондай кітаптар сізді қызықтырмайтын болса,
бірақ ағылшын тілінде оқу керек, сіз өзіңіз дамыту керек, сөздік қорды дамыту керек болатын болса, онда романдарды спокойно оқи беруге болады. Но американский оқымау керек, потому что оларда сөздік қоры өте поor, really poor. Андай авторлары китаянка ма сондайларды не істеу керек, потому что әрі сөйлемінде әдемі сөздер, ананы көресің, мынау не знаю, мынау күшті фраза екен деп отырасың да. Вот китаянка басқа ұлттың адамдары ағылшын тілінде роман болса, спокойно оқуға болады. Бір жағынан ол сізді қызықтырады, себебі там роман болғасы там мынау не істеп қойды, екеуі қосылар ма екен деп уайымдайсың. Екінші жағынан жаңа сөз үйренесің. Иә, осылай. Супер. Совет. Классно, супер. Енді бізде өткен подкастта Ахмет тичер сізге арнайы сұрақ қалдырды. 15 жасар өзіңізге қандай ақыл кеңес берер едіңіз? 15 жаста мен есімде мен I was painfully shy, реально ұялшақ болдым. Мен қорықпау керек деп айтар едім. Иә, қорықпаш бас жасай бер, қателік болса ничего страшного, адам деген өмірде қателік жасау арқылы, тәжірибе жинау арқылы үйренеді. It's okay, бірақ сол моментте саған ол the end of the world көрінеді, прям disaster. Болды енді, болды, осымен өмір бітті деп көрінеді, бірақ на самом деле олай емес. Мен айтар едім, ешкімнен қорықпау керек, ешкімнің саған сен туралы айтқан ойына сенбеу керек. Осы жақында тоже выступленияға рилдадым. Somebody's word, уже забыла, да? Somebody's word about you doesn't frame your future, ма, что такое, shouldn't create your future, что такое. То есть сенің басқа адам сен туралы не ойлайды? Сен мысалы, сен басқа адам туралы, то есть басқа адам тупой деп айтты ма? Это не значит, сен тупойсың. Или сен туралы адам айтты, сен еріншексің, сен қолынан дым келмейді деп айтты ма? Ол 100% шындық деген сөз емес. Біз сол өкінішке орай тоже бізде бар, енді баяғы форматтан келеді ғой, мұғалімдер айтады, жаңа тупойсың, қолынан келмейді, неге сабақ оқымайсың. Мен сондай сөздер естігенде мен таңғаламын, қалай айтады, қалай оқушыға сен тупойсың деп айтуға болады деймін, қалай ауыздары дәті барады екен деймін. Білімсіздік бұл. Мен вообще таңғаламын, өйтіп айтуға болмайды да адамға. Даже мен сол мысалы мұғалімдер жаңағы айтады, сол все менікі жаңа категорично жоғары білім болу керек. А мен мүмкіндік бергім келеді адамдарға, иә. Мен мүмкіндік беріп шаршадым деген соң ғой. Я хочу уже мықты сапалы мұғалімдердің болғанын қалаймын. Я не хочу, чтобы менің балаларымды білімсіз адамдардың оқығандарын қалаймын. Ол да бар, ол да бар. Бірақ енді ойлайсың, адамбыз ғой, пендеміз ғой. В общем, Асель бәрін жақсы көреді. Мен сияқты емес, короче, өзгеше, тым бөлек адамдардың қатарында. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Асель ханым келіп, осындай керемет әңгіме дүкен құрғаныңызға сізге алғысымыз шексіз. Егер де подкастымыз ұнаса, міндетті түрде жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Асель ханым сіздерге супер сыйлық дайындап қойды. Ең ұнаған комментті, пікірді өзі таңдап алады. Келесі подкастымызда кездескенше сау саламат болыңыздар. Бай. Рахмет. Молодец.